Туған жер қандай көркем, мөлдіреген желегім. Шын жүректен, елін
Жұмабек аға Қуанышбайұлын шақырайық. Құрметті Жұмабек аға, соңғы жылдары өзіңіз қызмет еткен туған мектебіңізде өтіп жатқан кешіңіз құтты болсын. Өзіңізге биылғы жыл ел тәуелсіздігінің 20 жылдығы тойланып жатқан мерекелі жыл. Алға ұмтылып өмір атты ордабыл, толқып келіп жанарына доқтагүл, егеменді елім өзің әнжырым, биіктерден асқақ соқтабыл деп өзіңіз жырлағандай, кешіңізді әнмен көмкерген ұландар сіздің сөзіңізге жазылған тәуелсіздік жыр әнін жыр шашып етпекші. Қабыл алыңыз. ақынның белсенділігі де ерекше. Алдымдағы әрбір таным баспалдақ пен өрлеп келем аспалдақ, кідіруді тәдірмаған жазбаған, маңдайда тер көзден ақса жаспарлап, деп жүріп келе жатқан ақын ағамыздың азаматтығы да әлде қашан айқындалған. Бас кезер болса да тіл кеспек жоқ дегендей, бет жүзіне қарамай, кімге болса да ойына келіп, аузына үйрілгенін қасқайтып тұрып жайып салатын, өр мінезді, біреуге ұнаса, екінші біреуге кері әсер ететіндей қасиеттермен өмір толқынында малтып келе жатқан ақын ағамыз, білек күшін жүрек күймен ұштастыра білген жан. Ол ел үшін күйініп те, сүйініп те сөйлейді, жүрегімен жырлайды. Ол үшін бұл өмір өгіз жеткен арбалы көш емес, арманында әр
Жинаққа Жұмабек ағамыздың 44 алғашқы өлеңдері енген. Жинақтағы өлеңдерді оқыған сайын жүрекке жылы тие береді. Ауылым, жомарттық, туған жер және басқа көптеген өлеңдерінен көктем иісі аңқып, перзенттік сағыныш лебі еседі. Сұлулық саған ғашықпын, кезінде поэзия есігін жасқана ашып, бірте-бірте құлашын кеңейтіп, жұртқа танымал болған ақын жүрегі тыншыр емес. Міне, соның айғағындай, сұлулық саған ғашықпын жыр жинағы жарық көрді. Кітап, туған жер тынысы, көктем әуендері, махаббат машақаты атты 3 бөлімнен тұрады. Ақынның бұл жыр жинағына журналист ағамыз марқұм Нұрғали Омарқұлов алғысыр жазған еді. Бұл жинақ қаламы төселген, шалқар шабыты мәпелеп өсірген ақынның 3-ші кітабы. Бұл шығармалардан аңқылдаған ақкөңіл ақынның шыншылдығы, ойлар бүркемелейтін сыршылдығы аңғарылады. Тағдыр арнасы. Бұған ақыл тоқтатып, аталып жасқа жеткен ақынның бұл 4-ші жинағы. Бұған енген туындылары аталымнан көрініп тұрғандай автордың тағдырының оңды қалыптасқанына және өзінің өмірінің құбылыстарынан түсірген. Солар Ақын Жұмабек Қуанышбайұлы адам баласының ақылын, сонымен қатар адам баласына жат мінездерді де жырлаған. Ақын сырты бүтін, іші түтін бейнешіліктен аулақ болуды уағыздайды. Ақынның 2006 жылы жаңа туған тұғыр кітабының беташар сөзін Қазақстан журналистер одағының мүшесі Кенжехан Рақыш ағамыз жазған болатын. Ол түрінде келетін арнаулардан тұрады. Жинақ арнау өлеңдері мен ақсуым деп соққан жүрегі деп аталатын 2 бөлімнен тұрады. Назарларыңызға ақынның Аққуымсың кітабымен аттас әнді ұсынамыз. Музыкасын жазған жетісу өміріне белгілі сазгер Әжібекова Серік Жамал әпкеміз әннің туу тарихы жайлы былайша естелік айтады. Қайырлы кеш, құрметті қонақтар. Аға, өзіңіз көріңіз. Енді бұл Аққуымсың деген өлеңі Ақсу ауданында Өмір нұры деген аудандық газет болған. Бір күні сол газетті алатынбыз, алып келген бір газеттен. Соңғы бетін ашып бассам Аққуымсың деген жыр ән тұр екен. Әлгі әнді оқи салып, ешқандай ойламастан әндетіп кеттім. Бірден болды. Өйткені сондай бір өзінде осы қыз балалардың биязы, нәзік, әдемі, өзіміздің бір қазақи мінезді болсын деп армандап жүрген адамдарымыз ғой. Аққуымсың әні облыстық Қанбелебаев атындағы композиторлар байқауында жүлде алды, жүлдегер болды. Содан кейін өзім университетте қызмет істеп жүрген кезде бір 5 сыныптан Аққуымсың деген топ құрғанмын. Қыздарым кәдімгідей конкурстарға байқап қатынасып, ол қыздарым сондай бір жақсы, әдепті, әдемі қыздар қазіргі бәрі жанұялары бар. Ажар мейірманның орындап береді. Ажардың орындайтын себебі арнайы осыдан шақырып отырғанымыз Ажар осы әнмен 1992 жылы республиканың бірінші Шәмші Құдайбердиев атындағы ән байқауына қатынасып осы әнмен жүлде алып кеткен. Ажар Мейірманова
Қазақпыз өлең сөзден дес бермеген, дейміз ғой артық менен естілмеген, ендеше жақсыларды тірісінде сыйлаймыз, өлсе күні әсбемеген деп, ақынның өзі жырлағандай, Жұмабек ағамыздың өмірінің әр жылдарынан сыр шертетін бейне таспаға назар аударайық. Толықландардың жүрек жолы шыққан ұяда тыңдамаса, сарар қағазға сарай ма? Отансүйгіштік мінез, ошақтың ұштағанында шындаспаса, өзегі шымыр өрімге айналмайтыны анық. Жазушылар, өнер қайраткерлері, ғалымдар көптеп шыққан. Арғы жылдарды атамағанның өзінде Құдаш Мұқашев, Ханифа Бұғыбаева, Свет Оразбаев сынды белгілі ақындар ел құрметіне бөленсе, Әбілсейіт Айтхан сияқты жауызына жегіп жерге тимеген палуандар да осы Ақсу өңірінде дүниеге келген. Тағылғынды дерістеп өтті. Әке шешесінің тәрбиесін төл қабылдаған Жұмабек ағамыз жастайынан алғыр, сезімтал, қатарластары арасында мықты болып өсті. Сырлар мені жадымызда жатырған жыр жолдарына құлақ салайық. Жыр гүлдің бұл өзіндей арындайып бұқағайына. Адамдар бар білемін сен сияқты, жақсылар мен сендер тек сияқты. Уақытқа арманы жоқ қалса егерде, артымда өлең мұрам сен сияқты. Уақытқа білесің болып безілгенмін, шабыттан өлең тербеп көндіргенмін. Жанымнан туған өлең жазып қалам, біреулер байқар еді көзімнен мұң.
бар. Енді кетірлік Халима мұрайым, күлімдетіп жайнатып ауарайым, қол бұрып алуақ бірге тұнған далам, мен сенің лақ қозым көп жамарайым, мен саған қозылақ көп жамарайым, тәңірі сұлулықтың мамарайым, елімнің еңбек ерен жеңіс күнін, мен бүгін жырға қосып толғанайым. Отаным биік мәртебе, уа отаным, құтты болсын мерекең, мәңгі бақи, көк байрақ ту желбіреп арта берсін, ынтымағың берекең. Талай жылдар көрсе алмай табыста, қоса алмақсың өз атыңды жарысқа. Бір басына жетер атақтан құтты, ешкім жалмап жібермепті алысқа. Қайдам десе жарады, бір кездері ұшармын биіктерге, дұшпандарым басырып иккеуде, бір аулақ сабасына түсер далам, мен шапсам ақ емес киіктерге, ұшармын әлдешпастың биіктерге, не керек тіршілікте ұрып кеуде, гүл оранып масайрап жатсын далам, бір пайдам тисе жарар сейіттерге. Жалғызтаған өлеңнен жігітпін дардай дегенмен, көп жайды білмей келемін. Сапарлы мынау ғұмырда қараймын алға елеңмен, жігердің мініп дөненің жарысып жермен келемін. Жеткізбей кетсе кейімін, жұпатты жанды өлеңім. Жасыл жаған саялы, жолдарым жатыр баяғы, жауына келсем толқыдың, құшағын маған жаяды. Жүземін болмай мен сені, қайығын болып серпеліп, жадырап бойым ой серкіп, жатасың маған дем беріп. Шындықты іздеп өмірде, шарпырған жанға жақынмын, ақсудан ыстық өмірде, мен де бір оттай ақынмын. Құлаққа қандай жағымды, сайраса бақта бұлбұлым, сындырар менің сағымды, бәтуасыз тұлдырым. Қайырлы адам, бәріңдей байлық жоқ менде, жұпының ғана тұрмысым, сынан ба мені кейтінде, едеген күні қарсын, ішкенде ас пен киімді, жан емес тұтқанымын сықпа, бидашын жұмсап киімді, оқшар емен жан сақтап. Ұлқылдаған ақ бір жан тілінде, бар табиғат тіл қатар бүгінде, наурыздың көк көжесін аңсаған, қуаныш бар адамзаттың үнінде. Адамдар бүгін бәрі мәз мейрам, деп ойлама туады деп сөз қайдан, жырға қосып көктем болсын жылбасы, айтып туды жөн тілеген құдайдан. Жылы заман өткердім бастан бұрын, тәуба деп тірлігіне мұңай қойған, салса да ала көтіп тастап тұрын. Қарттар майы шешіле дастан сырым, қарттар майы кешегі ұландарым, санға ұштат алмайтын құрандарым, қайтпаға қайсарған өлімдерде, тежес бұл соғыста ұрандарым. Оған ауды ашып тастап желгемен, туған ұзақ жолдан туған жерге келгеннен, сағынышым жырға ұйтқып кеудемде, өлеңменен сәлем бердім ерігемен. Уа туған жер, туған елім асқағым, сенсіз жерде ұялайды басқа мұң. Туған ұлым армандап кеп өзіңді, шын бақытты болдым сәттен асқағым. Алғыштары осылай кейін арнаны толтырып тұрғанмен, оның жеке тамшыларының тағдыры әртүрлі. еңбек еткен Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы нөмірі 18-ші орта мектеп лицейінде оқып жатқан ақынның немересі Жасминді шақырамыз. Жаныма жақсылықты жиып терген, мен сірә жамандықты біліп көрген, айналдым топырағынан туған жерім, сені тапқан сүйген сүйіктерден, айналдым туған жерден сүйіктерден, жаныма өстіп еп берген. Ақын өлеңдеріне ән жазып, онымен шығармашылық ынтымақтастыққа қызмет етіп жүрген өмірсерік Арапов та бүгін бізде қонақта. Назарларыңызға ақынның «О ана, жылда келер бір құсым»
Yazılık sezilir tabiattan, jüngülük aspanda çok bulutlar akkan, bir ilettim jatada buğuşlu, saman jir ıslıktaydan ıgıstırıp, kuyuluyup kuvala egimlikti, döngelenin dudaklar tuzan tipti, taza havada anqidi tuzan isi, külen gelip mal jadı tuzan isi. Aynala appak ak savdeler ağılır, şağılısып күн нұрымен түтесер, ақ қыраудан ағашыпа жамылып, аспан ашық күннің ызғар лебесер, ақ бозатты ауыздықпен алысып, көрмеді біреу сонау белеңнен, ерткен атта көрмейді тасысы, не іздейді, не қарайды дегенде. Шайқалады еңгі тал керегін, өлеңмен жырмына маған керегін, ақ қайыңның ақ балтырын сипалап, самалменен тербеледі көкегін. Алақаны жаңа жылда жауған көтершімді секілді ұшып қонған балапаны. Бек кішкентай пұшпағымын, өзіңсің қаламымды ұшқанмын, тіршілік сағылмас қайна өзіңнен бастау бар күш барлығым. Қыздан шарқылар өлге шықты, жас елгенде үйренген атанбайын. Ел ойлама алдымдан, шаңға азық болып түйірден, тіршілік толқыннан ады, келер күні тәрі бұйырған, еңбекпен ғана бағалы, астықты орып қамбайын, қалдырмас түйірден жерде, тәңірлердің күнайы, сыналар туған шағырге. Рухы жандарына деген ықыласы да ерекше еді. Олай болса, алдымен ақынның жұбайы Шәриза Белесбаева ұлдары Қайрат, Қайыржан, Айбаттарға арнаған өлеңдеріне өнер сүйер өлеңдеріміз оқып береді. Ұлым қайратқа көрсетіп көңіл басты, сен төгіп сына бағынды, жаңылғай таза болсын деп құлақ көңілді ағынды. Бойында жина бұла көш, спортпен достық шындықта, достарға адал сағыз жүгіні бөліш. Ұлым Айбаққа күн туса жауынға шабар бастап болды, сен бүгін 27 жасқа толдың, туған күнің басына құттықтайсың. Анам шайған дастархан асқа толсын. Асқа толсын дастархан анам шайған, дәмайды арызбасын иземеймін. Арыстар бол шалына айнақ шексін, деп ақынды білгейсін әкем қойған. Ұлым Қайыржанға, ұлымның туған күніңмен, 18 бүгін жастасып, қайырып естім үніңмен, арманың алға бастасын. Туымен долы қаңтардан, бойына жина бұла көш, бораны емес ақ қардай, адал болған мағыш. О анам жылда келер бір құсымын, өзіңнің мәпелеген тұңғышымын, жүректе ұлы сезім ұяладым, өмірге аратымен бірге шырдың, сілтедің болашақтың сара жолын, жастық шақ аттап алып бара долқын, санама өзің құйған ақыл оймен, жүр сөзін әріптейді тентек ұлып. О ана, атақтана, асылын жасты биік жасырама, қолынан келсе егер алатаудың, көтеріп шығар едім басына да. Анамның ақ сөзі, қазақпын деп қашанда мақтан алам, әлі келеген жөргекте жатқан данам, құлағыма сіңіріп адалдықты, оңбас деп елін жерін сатқан адам, елімнің тұтастығын сақтап алам, үлкендердің сөзіне тоқтап алам, артық айтып келгеннен шақтап алам, кешірер күнәмді сезбейсің, халқыңның қадірін айт жатқа балам, халқыңды болған жоқтап алам. Әйел білсек кемеңгерде қалында, қанағат жол көтеріпті барына, көлін дария артып тұрса пиелі, ақ түйенің қаны онда жанылар, ол елінің асырғанда беделі, бұлайғы жұрт білмес соған не деді, ақылы мемің есі сай әйелді, бұл қоғамның ғұламасы дереді. Дүниедегі бар сұлулық бір өзінде кездеседі, өзіндегі бар ұлылық биіктермен теңеседі, сендегі бар сұлулыққа қарай беремін қоя алмастан, сендегі бар ұлылыққа жатыр беремін ой
Көксүгін топырағынан жаратылған, қыраттайын жерік көп қанатынан, Сүйінбай жабылдармен қыдаттырып, адамдықты жырладың араннан, жырладың адамдықты араннан, үстен болдың айтысқан парақынан, қауырсын жақ жестандай ақын болып, заманыңда жан болдың таратуға. Енді Жұмабек аға, сіздің кешіңізді өлең өлкесінің кең айдында өзіндік із қалдырғысы келіп жүрген үкілі үміттің өлеңімен ашып едік. Енді өзіңіз 60 жасқа толғанда жазылған жырдан шашу өлеңін тыңдап көрсетейміз. Өзінен жырдан бүгін айбынды ұсатамын арыстанға, сепікті талалар алысқанда, шамқылақтың боспен атойлатыр, қырам палуан атамдың жарыстарда. Досына айтар сөзді жасырмадым, басынан надан сөзді асырмадым, елінің әрқашанда сөзін сөйлеп, ешқашан жауларына бастырмадым. Ақсудың қыранбердің ең алғашқы, палуандық ақындықпен сен алмасты. 40 жыл еңбек еттің еліне адам, ұстаздың ұлдарын жалғастырды. Асау болатын сияқты, соңына да келіп жетеді. Ендеше бір-біріне ұқсамасын ақындар, ақын түгіл ұқсамайды жақындар, ұқсай берсін бәрін қойып қалайық, тек біреуінап қалуға менің хақым бар деп, қадыр ақын айтпақшы, құттықтау үшін сөз кезегін осы кешті ұйымдастыруға мұрындық болып отырған Бақытбай Жолбарысұлы атындағы номер 18 орта мектеп-лицейінің директоры Тумбаев Нұртай Мүсірәліұлына беріледі. Көріп тамашалағанға Жұмабек ағаларының кеші өтіп жатыр. Енді бұл дайындық барысында мектеп ұжымы бәрі шығармашылық кітаптарын жинап, кейін оқушыларға жаңағыдай енді оның өзі дайындықтың өзі деген ол оқушыларға тәрбие өзі біреулерді жаттағанның өзі ертең жаңағы айтып жүретін өлеңнің өзі жаңағыдай жақсы нәрсе. Енді ағамызға биыл енді республикамыздың Қазақстанның 20 жылдығының мерекесі қарсаңында осындай жаңағыдай жыр шашу, ән шашу өткізіп, бұл істің шығармашылығы жаңағыдай толағай табысын көрсетіп, осы мектепте жұмыс жасағаннан кейін еш жерде енді көрген күнде белгі жоқ деп жоқ, көрген күнде белгі бар деп отырып, жаңағыдай осы бүгінгі кешті ұйымдастырып отырып, бұл енді біздің Бақытбай Жолбарысұлы ұжымның жаңағы еңбегі, осы жерде отырған жастардың еңбегі, осы жерде отырған жас жеткіншек балалардың еңбегі дегім келеді. Енді қазақтағы бұрындағы әудемейтін не бір өлең айтпайтын қазақ жоқ дейтін, бірақ қазір енді ондай емес болып бара жатыр ғой. Қазір енді өзіміздің тілімізді дәріптеп осындай жаңағыдай біз ана осы өткен демалыс күні ғана Бақытбай оқуларын өткізгенбіз. Енді осы сабақтастық бойынша енді мына ағамыздың мына жыркешін өткізіп отырмыз. Жан-жағын енді қырынан көрсетуге тырыстық. Енді оны өздеріңіз енді саралай жазасыздар, жақсысын асырыңыздар. Балалардың жетпей жатқан жерлері болса, оны өздеріңіз жаңағыдай көріп отырсыздар, енді өткізгенімізге қарай ойлаймыз. Ал енді аға, мына бүгінгі жыркесіңізге арнаған сұхбатты оқуға маған рұқсат етіңіз. Сіздің бүгінгі шығармашылық еңбегіңіздің шырқауы болған кешіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Өзіңіз ұзақ жылдар қызмет еткен ұжымдағы бірлік пен берекенің орнығуына қосқан үлесіңіз зор. Мемлекетіміздің болашақ ұрпақтарын тәрбиелеудегі өлшеусіз еңбегіңіздің жемісін көріп отырмыз. Әлі де талай асулардан асып, поэзия көгіндегі жарық қыздай болып, егемен еліміздің мерейінен асқақтата беруіңізге тілектеспіз. Өмір ағымына бой алдырмай, бақыттың базарымен 80-нің сеңгірінде, 90-ның төрінде, 100-дің шыңында болар шағыңыз туа берсін. Өмірдің заңы өтібек талай түзелген, сіңірдің еңбек алтын алып елден, асықпай бүгін 70-дің шықтың төрінде, бөлісіп әкер қуанышты сәтті біздермен. Терменен келген осылай сізге жақып жүр, өмір өзен есігін ашты шабықтың,
тірлікте мынау қиналмай жүрсін дедіңде ұрпақты түгел арманға баулу өрлеттің. Құрметпен Бақбай жол болашағындағы нөмір 18 орта мектеп лицейінің ұжымы. Осы мектептің коллективіне үлкен рахмет. Сіздерге